Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздермен подгонканың тағы да бір түрімен танысатын боламыз. Бұл бізде классикалық шалбар, және де осы шалбардың белі қысқарып қалған, соны қалай ашу керектігін үйрететін боламын. Бұдан да басқа пайдалы видеолармен таныс болу үшін каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен біздің алған шалбарымыздың белі тар болып қалды, бірақ басқа параметрлері өте жақсы тұрады. Не істейміз? Бұл жерде классикалық шалбарларды өткен видеоларда сіздерге көрсеткен болатын, астарында бізде 4 см болады, яғни кішкентай балаларға на вырыс қалдырады осындай обработканы жасаған кезде. Ал белінде болса дәл солай бізде осындай 4 сантиметрлік запасымыз болады. Бұл бізде стандарт, сол стандартты ұстанамыз. Сонымен бізге бірінші не істеу керек болады? Бізге ең бірінші осы тігісімізді ашу үшін мына жерде байқасаңыз бекітілген жерлер бар. Осы бекітілген жерлерді ашамыз. Біреу, екеу, үш. Қалған жерін ешат етпейді. Сонымен ашамыз, қараймыз. Бізде осындай жағын қайырған, қараңыз қалай әдемі істеген. Біз аламыз да осыны максимальный түрде ашатын боламыз. Мына жерде жақсы закрепка берілген екен. Яғни сіз мынаны ештеңені сөгітпейсіз. Бірінші аласыз осы шалбарыңызды. Мінекей қараңыз, мына тігіске дейін плавный переход жасаймыз. То есть мына тігіске алып келеміз. Ол қалай? Ол былай. Егерде қисық тігемін деп уайымдайтын болсаңыз, онда аласыз да. Бормен, воскпен, короче, сізде не бар, сонымен сызық жүргізіп аласыз. Мына жақ бөлігінен бастаймыз. То есть біздің тігісіміз максимальныйдан минимальныйға переход болу керек. То есть мына жақтағы тігіске дейін біз әдемілеп 0,1-ге дейін осындай сызықты жүргізіп аламыз. Қараңыз, көрдіңіз бе, қанша сантиметр уже ашылып жатыр. Міне, осындай сызықты жүргіземіз. Енді осы жерден 3 мм-лік тігіс жүргізіп шығамыз. Мінекей біздің тігісіміз дайын. Мына жерден әдемілік закрепка береміз. Полностью ашып дайындап алдық. Енді бізге мына тігісті сөгіту керек болады. Оның үшін біз мына жағынан сөкпейміз, себебі матаны іліп кетуіңіз мүмкін. Біз аламыз да мына жақтан каждый 3-4 стежок сайын осылай ашатын боламыз. Мінекей мен тігістердің барлығын аштым. Мына артық жептің барлығын тазалап алып тастаймыз. Тазалап алып тастағаннан кейін, есіңізде болса, бізде мына жерде закрепкамыз болды. Сол закрепканы біз қайтадан орындауымыз керек болады. Оған дейін біз осы тігісімізді ортасын ашып өтіктейміз де, одан кейін осы шалбарымыздың стрелкасы туралы ұмытпаймыз. Сол стрелкасын орнына қойып береміз. Одан кейін біз мына екі нені ашамыз. Үтіктегеннен кейін закрепкасын орнына қою керек болады. Мінекей мен жаңағы тігісімді үтіктедім, аштым. Тіккеннен кейін, үтіктен кейін бұл тесіктеріміз жоқ болып кетеді. Енді мына жерде закрепкамыз. То есть мен мына беліндегі мынауымыз ашылып сыртқа шықпау үшін осыны закрепка жасадым.
Енді бұл шалбарымыз біздің бір размерге үлкен болып саналады. Егер де бұл видео сізге қызық және пайдалы болған болса, міндетті түрде парақшаға тіркеліңіз, және де басқа да чарттарға жіберуіңізге де болады. Және классикалық шалбардың балағын осындай оригинал түрмен өңдеуді үйренгіңіз келсе, міндетті түрде комментарийға жазыңыз, мен сіз үшін түсіруге тырысамын.